Айткүл неге андайсыз, недовольныйсыз постоянно? Недовольныйсыз дейсің бе? Постоянно әйтеуір недовольный, өкімет жамандап, агитатор болып жүресіз ғой постоянно. Енді довольный болатын жағдай болып жатыр ма? Не картошка 100 теңге, бензин 80 теңге. Жоқ, сізге зачем ол? Сіз бәрі Қазақстанда емессіз ғой, миыңызды ауыртып. Зато мен Қазақстанда айналайын. Бай бала шағам Қазақстанда, бауырым Қазақстанда. Қазақстанда болса, келіп Қазақстанда. Шетелде не істеп жүрсің? Сол сендердің ана қымбаттап жатқан продуктыңды алып төлеу үшін жүрмін шетелде. Шетелде мәңгілік жүрсің ғой, сен сияқтың гражданствосын алам деп, ниеттеніп, тұрмысқа шығам деп жүрсің ғой. Сен ол жағында шаруаң болмасын да, Асылбек сен шығасашы. Қазақстанда келіп жамандай бересің постоянно. Енді мен екі жақтың гражданствосын алып, екі жақта өмір сүретін шығармын. Какая тебе разница? Жоқ, Қазақстанда сен мысалы қанша нәрсені қозғайтын, тоқайып, өкімет жамандап, ананы айтасың. Өзің бірдеңкеге өзгерттің ба, Қазақстанға келіп бірдеңке істеп, болмаса бір жақсаруға бірдеңке үлесін қосып отырсың ба? Мен өзгерттім. Біраз зомби қазақтың ойын өзгерттім. Тоқайыпқа деген махаббатына сатқындық жасатқыздым. Болды ма? Не үшін сатқындық жасатасың? Сен өзің сатқын болған екен, елін сатқындық қосып отырсың ғой. Оғатқан қандығы қылмыскер, түсінің ба? Түсінбедім мен. Кегашын құрып алып, шетелде дырылдай береді, халықтың миын улап. Соны айтам, мына қатын деген. Постоянно әйтеуір дырылдай береді. Өзі жиналып жатқан қазақтарды езіп. Сен екеуің ағып дырылдап отырсыңдар, маған соны айтыңдаршы, сен екеуіңе не сен дырылдай бермесей деп жатырмыз да саған. Дырылдаймын, мен дырылдаған. Одан да жақсы. Жалпылама жақсы байға тиіп, семьяңды қосай болды, не істейсің? Басыңда отпай қойса, сізде болсаң отсайсың бана. Нормально. Астана жылап, агитация болып, әйтеуір халықты шулатып жүресің деймін де. Шүкірей. Шулатам, қазақты оятам, себебі мына жемқор жүйеге қазақ құл емес, түсініңдер ма? Менің өйстіп кім құл? Мысалы, мен Қазақстандамын, мен құл емеспін. Сен саясатқа басыңда миыңда жетпейді ғой, не істейсің оған кіріс? Зато менің даусым жетіп жатыр. Зато менің духым жетіп жатыр. Түсініңдер ма? Сендер ұқсап көт жалап отқан жоқпын. Түсініңдер ма? Зато менің духым жетіп жатыр. Екі көт жалақ. Мен айттым ғой сендерге, мен қазақтың көзін ашамын. Менің миссиям сол. Қазақ өзінің дегенін алу керек, жегенін жеу керек, түсіндіңдер ма? Сендердің ғұмырларыңды қысқарту керек. Міне көрдіңдер ме, патриот дегенді сақтап қойыңыздар. Үкіметпен бірге бірлесіп жеп отырған жемқорлардың жобасы. Маған арнайы құлдар қылып дайындап қойған, осы Айканың эфирін барып көтеріп беріңдер. Айканы провокацияға шақырыңдар, соның аузын жабыңдар, соның эфирін жапсаңдар сияқы бар сендерге деп ақша алып отырған таза құлдар. Отырғызып сұраса отырғызып, ракым сұраса ракым беріп, бокым сұраса бокым беріп жүрген құлдар. Арын сатып ақшаға. Қазақтың намысына тиіп атқан мына жүйемен күресе алмай, қазақтың намысын оятып атқан қыздарға кеп асылат. Менің екі құйымшағымның арасында қыстырылмай патриот жоғалып кетті, түсінің ба? Менің айқайлағаным айқайлаған. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Сәлемдеме айтып бар. Түсінің ба? Өтірік емес. Шетелдіктерге. Оныңды өшір. Кімге тием, кімге оғам, ол мен өзім білем. Сен сияққа біреу тауып келме Қазақстанға. Мен келемін, еще как теуіп тұрып келем Қазақстанның есігін. Түсінің ба? Менің мүшеме еге болмай-ақ, өздеріңнің болашағаларыңа еге болыңдар. Түсінің ба? Келемін. Еще как. Құлдар, анау патшаларың не айтады, соны айтып жүре беріңдер. Түсіңдер ма? Құлдар ғана солай болады. Өзінің мнениесі жоқ сорлар. Патриот ишақ дейді. Ишақ қой, ишақ екен. Енді біліп отырсыздар ма? Ишақ болмаса, менің кіммен жатып, кіммен тұратында не шаруаларың бар? Айтыңдаршы. Қойындағы қатындарың менен қарындастарыңа еге болыңдар. Окей? Егер менің осы отырысымда, айтыңдаршы, менің осы отырысым қызық болмаса, сендерді не алаңдатады?
мына жуынды ішкендер өңшең. Не алаңдатады? Өтте кет менің эфирімнен барса, Амелайдың эфиріне, хотя бы алыста отырып, бірдеңең шаруаңды бітіріп аласың. Ана беті ашық, көті ашық қыздардың эфиріне бар. Нәпсіңді қандырып, экранның ар шетінде шаруаңды бітіресің. Менің эфирім қызық болмаса не үшін келесіңдер? Нағып шаршап жүрсіңдер шырылдап ұйықтамай. Қатындарың ақысын бермей. Себебі сендер жалдамалы жендетсіңдер. Осындай эфирлардың ғұмырын қысқарт деген жалдамалы жендеттерсіңдер. Түсініңдер ма? Халықты оятқаным оятқан. Басты кестіңдер де. Тілдіге салмайсыңдар. Оңбағанда көршің аш жатып, тамақты тойып жеп, еще сол көршіңе, аш көршіңе қарсы шығатын надандар, арсыздар. Арсызсыңдар, түсініңдер ма? Оятамын. Түсініңдер ма? Өліп қалған қазақты да оятамын керек десеңдер. Оянат қазақ, қазақ мәңгі бақи. Өліп қалған жоқ сендердің құлдарың болып жүретіндей. Оңбағандар десен. Нағып шырылдай бересіңдер келіп. Айтыңдаршы, неге шырылдайсыңдар, неге шаршайсыңдар маған келіп? Осы қатын қазақ оятып қоятын болды деп, уайымдап өліп атсыңдар ма? Оятамын, өлсеңдер өліп кетіңдер. Нағып жүректерің жарылып кетпейді, оңбағандар. Халықты әбден құлғып болдыңдар, жетеді енді. Езіп. Материалдық, моральдық халықта күш жоқ. Жоқ, тықпай көрдіңдер ма? Солардың арқасында эфир көтерілді ғой 300 адамға. Осындай анау Абзал, кім еді ана Абзал? Боққарын. Сол үкіметтің жендеттері 200-ді. Жаңағы Диван Батыр 200-ді. Солардың арқасында осы эфирлар көтеріледі, сол жендеттер соның бәрі. 200-ділер өңшең. Өтіріктен біресе Назарбаевты жамандайды, біресе Тоқаевты жамандайды, біресе ананы жамандайды. Бір сөздері жоқ. Бір сөзді емес, 2 сөзді жігіттер. Кухняларынан шығамайды, беттері табақтайды, қарындары қабақтайды. Ятсыздар. 32 плюс болатсыңдар. 18 плюс деп бек болады. 18 плюс емес, 38 плюс жаза бер. 18 жазба бек болады, керек емес. Оятқаным оятқан, оян қазақ көтер басты.